Ассалаумағалейкум ағайындар. Біз өзіміздің балаларымызды тойға апармайық. Тойға апарғанда олар не көреді? Не көреді? Үлкен кісілердің, ағалардың есік алдында шыт-шыт түкіріп темекі шеккенін көреді. Менің балаларым сұрайды, үлкен кісілер темекі шегіп жатқан емес, ол ақымақтың ісі емес пе деп сұраған. Өзім де бір кісіге соны айтқан. Мен балаларым сөйтіп сұрап жатыр, ол кісі қылып қойды. Олардың сосын арақ ішіп алып секеңдеп билегенін көреді. Сосын олар ойлайды, андай үлкен әтебірлі кісілер арақ ішіп темекі шегіп тұрғаны бұл бір үлкендіктің бір белгісі. Әтібірлі адамдардың нышаны осы арақ ішіп, лепіріп, құтырып билеу керек екен деп ойлайды. Аузынан не келсе соны айтып, көбік шашып сөйлеу керек деп ойлайды. Сондықтан ағайын, балаларымызды тойға апармайық, олардың санасын бүлдірмейік, санасын уламайық. Онсыз да үлкендеріміз уланып, шаршап жатқанымыз жеткілікті. Қазір отырыспаға бір жерге немесе құда жолға барсаң, үлкендердің айтатыны бұрын қалай арақ ішкендері, қазіргі жастардың арақты көтере алмайтыны. Әтібірлі әңгімелер айтып, бір жақсы бір мысалдар айтып отыратын жерлер болса ғой, соны аңсаймыз. Аталарымыздың, ағаларымыздың, апаларымыздың, қарындастарымыздың, бауырлар, жеңгелеріміздің аузынан арақтың иісі емес, жақсылықтың дәмі шығып тұрған қалаймын. Иісі шығып, арақтың иісі шығып, сөйтіп жүріп келіп балаларымыз сүйіп жатады тойға апарған кезде. Сол бізге керек. Балаларымыздың санасын уламайық, балаларымызды мүлдем тойға апармайық. Асылында енді ондай жерлерге өзім мысалы үшін ондай арақ ішетін жерлерге бармауға тырысамын. Оны алдын ала барып кетемін тойдың иелеріне. Сол ағайын.